Мен енді Байжанов Рахат Кәрібайұлымын. Осы Қарағанды облысы Шет ауданының тұрғынымын. Енді біз бие саууды бала күнімізден бізге енді ол бір таңсық дүние емес. Жылқы бағу, бәрін өзі әкем жылқышы болды. Одан кейін алдымдағы ағам жылқышы болды, екі ағам жылқышы болды. Енді оның бәрі бізге жат дүние емес. Десек те енді қымызға сұраныс артудың байланысты, өзімде енді қымызды өте жақсы көрем. Соған байланысты ағам Манат екеуміз бүгінгі таңда осы бие байлап қымыз баптауды қолға алып отырған жағдайымыз бар. Осы Бұлпылдақ қыстағында бие байлап халықты енді қымызбен қамтамасыз етейік деп, енді осы істен неге істеп көрмеске деп белді бекен байлап оны бастап отырған осы шаруамызды. Мына енді біз жаңағы осы қыстақты иесі бұның енді Астана қаласында отыр. Біз Ырысбек ағамыз Астана қаласында отыр. Бұны енді біз бүгінгі таңда осы қыстаққа ие болып қарайласып отырық. Және де о кісі енді бізге өз қолдауын білдіріп, осы бие саууға ешқандай қарсылығын білдірмей, бізге қолдау көрсетіп, сондай көп көмегін көрсетіп отыр. Әйтпесе енді 30 жастағы жігіттерге онда екі үйге жылқы бітіп, және де болмаса үкімет тарапынан ешқандай да несие алып, ондай менің дүние мүлкім жоқ та, және де ондай көп мөлшерде ақша беріп, қолдау білдіріп отқан ешқандай азаматта жоқ. Осы екеуміз, жаңағы ағам екеуміз бір-бірімізге қолдау көрсетіп, осы еңбектің арқасында осыны бастап кеттік міне. Осынан оқта бәрін дайындап қойған біз өз осы биелерді үйретуге. 10 бие байлап отыр, енді 10 биеге оның оқтасын қолына бәріне жасап қойдық. Осының оқталарымен бәрімен бірге жіберіп отырық. Өзімізге ыңғайлы болғандықтан. Енді мынау біз бие байлап отқанымызға жаңа айтып отырмын ғой, бір айдай болып қалды деп. Мына енді өз жылқы сезімтал жануар ғой. Біз енді осы ағам екеуміз ғана осы жерде жылқымен айналысып нетіп отырық, басқа бөтен ешкім жоқ. Енді мына биенің бір ерекше қасиеті, жаңа басқа адамдарды қатты ұната қоймайды. Енді сауғанда мен өзім сауып отырмын ғой бұны күнделікті. Өткен жолы бір қызық оқиға болды. Енді біздің жаңағы графигіміз жаңа қаладан заказдар болады. Соған байланысты Қарағанды қаласына көп мөлшерде бір ағамыз заказ береміз деп соған кетіп қалып, осында жаңағы жиенім бар. Сол енді осы мен орныма қалып еді. Енді биенің бір сол ерекшелігі сауғызбай мінез көрсетіп, сондай мінез болып тұр енді бір ерекше. Жылқы енді өзі қасиетті жануар ғой. Мына жерде енді бізде бүгін жаңа айтып өттім ғой мен өзім алдында сауында бізде 10 бие тұр. Енді оның жаңағы 7 биесі базда тұр. Сосын сұраныстың артуына байланысты біздің жаңағы енді тапсырыстар көп түсті ғой қымызға. Содан кейін тапсырыс артқанына байланысты біз енді анау 2 үйір байлап отырық қазір. Екінші үйірден әкеп, мына биелерді осы бір аптаның көлемі болып қалды үйреткенімізге. Мыналар содан кейін бөлекті. Бұлар енді осы жаңадан байланып үйреніп жатқан биелер ғой бұлар. Манат, енді сендер міне қазір жылқымен айналысып жатсыңдар. Асау биелерді ұстау, оны үйрету, жуасту, жалпы сенің міндетің деп жатыр, Рахат айтып жатыр. Олай болса бізге қазір бір құрықсап көрсетесің бе? Мына жердегі биелердің ешқайсысы байланбайды, барлығы асау. Сауын білмейді. Білмейді, асау ғой. Онда қазір бір жылқыға бізге құрық салып көрсетіп бере аласың ба? Көрсетейін, қиындық туғызбайды ғой маған. Өзіміздің талдың ағашы ғой, кәдімгі құрық қой бұл. Міне, осылай басын етіледі. Осы енді ең алғаш бастағанымызда біз енді ол жуас биелерді байлап отқан жоқпыз. Жылда үйретіп ел сияқты қиындықтар туындады. Енді оның бәріне ойлаймын мен мойымау керек, шыдау керек деп. Біз енді жаңағы 10 асау биені бір күнде байлап үйреттік. Енді оныңыз да оңай шаруа емес, бұлай қарасаңыз. Мен енді өзім біз басынан әубастан бір нәрсенің басын ашып алған болатынбыз. Жаңағы 2 адам, менің ағам бар қасымда, екеуміз бастадық қой осына. Ол енді ағам жаңағы өзі жылқышы болған,
сол мына асау биелерді үйрету, соны баптау, қалай сол жылқыны бағу, оның жайылымын қарау толық сол кісінің мойнында. Ал енді өзім мен мына қымызды сауылғанынан бастап сапасын, оның ысталуы бар, оның тазалығына және де оның сатылуына жарнаманы бәрін өзім жасап, соны атсалысып отқан жағдайымыз бар. Енді біз жаңа тазалық деп айтып отырық. Біз енді бие сауып отқанда өзім сауам, тазалыққа өте жоғары деңгейде көңіл бөліп отырық. Мен себебі өзім мынау Қарағанды қаласындағы медицина колледжінің гигиена эпидемиология мамандығы бойынша бітірген мен мамандығым сол. Ол біз жаңағы тазалық жағынан толық 100% кепілдік береміз. Өте жақсы, сапасына және де соның бәріне көңіл бөліп қарастырып отырмыз. Бие сауғылардың алдында қолымды жуып жіберем осылай. Каждый бие сауып отқан кезде, биелерге барған кезде. Бісміллә. Қарамай айта бер. Біз енді биелердің аяғын байлап отырық қазір. Енді бұлар асау биелер ғой, енді бұлайда аяғын байламайда сауғызатын биелер бар. Енді оған өзіміз енді үйретіп отқаннан кішкене қауіпсіздік жағына да қарайлап отырып та айтсем нетеді. Мен аяғым жөнді бұғамай отыр, мен енді аяғымда өз травмам бар. Сол себеп қазір енді анау видеодан айтуы мүмкін. Биені енді бұлай сауат деп. Ол енді өзі мен айтар ем, бұл жерде адамның өз ыңғайына байланысты деп. Қалай саусаңыз да ең басты сүт алу ғой бұл жерде. Бағанадан енді міне көбімізді баптап, ішіндегі қымызын алған соң дайындап қойған болатынбыз. Жуып, шайып, кептіріп қойған болатынбыз. Енді міне қазір қаймақ жағып майлап атым көбіні. Осындай нетіп. Содан кейін алдыңғы недеді айтып кеткендей мына 3 жылғы қазы бар. Сүр қазы бұл. Осы қымызға дәм берсін деген немен енді салып отырмын, осыны тәжірибе ретінде өткізіп отырмын. Дәміне шағым айтқан адам жоқ. Жай осы мынау қымыздың бетінде жүретін май, тобылғының майы бар, еріп, осының нәтижесінде ғой. Міне қазір майлап болдым мен. Мына қазыны, жаңағы сүр қазы, осы жерге қойып қоямыз бұны ыстаған кезде. Міне енді біз көбімізді ұстап бастап атырық. Мына аппаратты жасаған болатын біз өте ыңғайлы. Осылай жағып аласыз да, жаңағы керек болған кезде мына крышкасын жабасыз. Сол кезде отыңыз әлсірейді да, мына жақтан көрсеңіз де болады. Ыс уже барып жатыр көбеге. Мына көбім менде қазір бұл 50 литрлік көбі. Басында өзімнің көбім болды, ол 30 литрлік көбі болды. Сұраныстың көптігіне байланысты енді біз сыйғызамадық та. Одан кейін көбіні жаңағы Астана қаласында Ризабек деген шебер жасады. Сол кісіге арнайы тапсырыс беріп жасатып отыр. Сапасы өте жоғары, жасалған материалы қайың ағашынан жасалған бұл. Енді жаңа мен көрсетіп отқаным сіздерге нені? Бұның піспегінде майлау керек, оны мен жаңа алдында жасап алған болатынмын. Енді мына аппаратқа тоқталатын болсақ, бұны енді мен өзім ойлап, тауып осыны жасадым. Жасағанда енді осыған досым өзімнің Айдар бала күннен бергі. Сол көп көмектесті, өте шебер жігіт, сваркасын бәрін жасап, соған көп көмектесті. Енді мынаны өзім ойлап осылай жасау керек деп. Бас кезінде бізден де көп ақпарат іздедік, осыны қалай істау керек көбіні. Сосын YouTube'тан қарасам, интернеттен көбіне қазір қарасам, олар тігінен ұстайды екен көбіні. Ол енді біраз маған қиындық тудады, жаңағы тігінен ұстаған кезде көбінің май ағып кетті дегендей. Сосын мынаны ойластырып, жаңағы досым айтып, осындай жасап көрейікші қалай деп. Ол да қолдап, енді көп рахмет. Мына бас кезінде біз бұлай жасаған болатынбыз. Мына екі флягты бір-біріне варит еттік. Екеуін бір-біріне варит еттік та, сонымен жасап көрдік ысты. Ол енді астың алыс барғаны дұрыс екен бұл жерде. Оны уже кейіннен кейін тәжірибемен келеді. Өйткені оның себебі мынау таяу болған кезде жаңағы ішіндегі тобылғының несін бәрін көбіге нетіп көбіні ластады. Енді бізде қазір енді расстояние примерно 2-2,5 метр ма сондай болады жобамен.
мынау өте ыңғайлы. Түтін жанатын енді мына жерден жанат, от жаңағы тобылғы тұрған жер әрі қарай барады екінші камерадан. Ешқандай не жоқ, тазалық бәрі сақталған көбіге. Және де қазір көрсететін болам, ысты да жақсы апарып тұр. Мынаны енді аппараттың аузын крышкасын жасақ қойдық қой. Оны жаңағындай от қатты жағу керек болса крышкасын ашасыз. Содан кейін әлсірету керек болса крышкасын жабасыз, сол кезде ыстың өзі ғана барады. Осы ыдыстармен бүгін мені тапсырысымызды Қарағанды қаласына жіберейін деп тұрған жағдайымыз бар. Бұл кісі енді менің шешем, анашым. Жаңағы осы әкелген қымыздарды сау деп атақ, әкеліп осында ыстайым, нетем деп атқанмен де бәрібір де түпкі негізін, жаңағы осы қымыздың сапасын бәрін қалай шығып жатыр, соның бәрін қадағалап үйде бабын келтіріп отқан осы кісі ғой. Негізі осы кісінің арқасы бабын келтіреді, өзі біраз тәжірибесі бар енді. Соны айтайын деп ем, енді көп рахмет айтам. Осы енді жалғыз адам ол не бітіреді енді. Осы жезделерім көмектесіп жатыр, ағам, жаңағы әпкем бар, жиендерім, бәріне көп рахмет айтам.